D3 витаминін алған кезде көпшілігі капли түрінде, балаларға енді капли түрінде ғой, түсінбей жататын доза. Қараңыздар, аква D3-де 15.000 доза деп тұрады да. ХБ дегеніміз бұл халықаралық бірлік, яғни международная единица. Енді 1 миллилитрде осынша доза бар деген сөз. Қараңыз, мына жерін оқисыздар. 1 миллилитрде қанша капля бар? 30 капля бар ма? Оны бөлеміз. Так, 15.000 бөлінген 1 миллилитрде 30 капля бар ғой, бөлеміз. Сонда 1 капляда 500 международная, так, 1 капляда міне 500 шығады. Бұл норма. Мысалы, жаңа туғандар 200-400 күніне суточная доза D3-дің 200 пен 400 аралығында жазады. Уже 1 жастан бастап, 1 жасқа дейін ғой, 1 жасқа дейін, 1 жастан бастап уже ол кезде уже 600 үлкендердің дозасы сияқты, үлкендер қабылдаған сияқты дозаны қажет етіп отырады, суточная дозасы. Енді қараңыз, мына аква D3-де, яғни 1 капля аузына тамызсаңыз, сізде 500 единица D3 кетті деген сөз. Егер мына Теваның D3-ның атысы бұл жерде 4000. Мысалы, кейбір клиенттер 4000 балаға көп қой деп айтады. Бұл 4000, бұл 1 миллилитрде деп айтып тұр. Яғни 4000-ді, оны тоже жанына қарайсыз, бұл масляный болғандықтан әр миллилитрде әр түрлі капля саны болады. Қараңыз, 1 миллилитрде 20 капля бар дейді. Яғни 4000-ді бөлеміз 20-ға. Сонда 1 капляда бұл 200. Көрсіз бе, аква D3-нен бұл негізі дозасы азырақ. Яғни бұда 1 миллилитрде 200 международная единица. Енді международная единицада, қараңыз, 200 осы международная единица, бұл D3-дің 5 микрограммына тең болады. Негізі, мысалы, 2 рет тамыза салу мүмкін. Мынау балаларға қараңыз, мынау 200 бір каплясында, мынада 1 каплясында 500 единица бар. Мысалы, аква D3 Max-тар бар ғой, ол үш дайын түрінде, өйткені 1 капляда деп жазып қояды. 1 капляда 200. Мына екеуі 1 доза. 1 капляда 500 аква D3 мен D3 Max екеуі 1 доза. Сіздерге пайдалы болып деген ойдамын.